الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Таң намазының сүннетін оқып үлгермеген жағдайда оны парыз намаздан кейін оқуға бола ма, немесе күн шыққаннан кейін оқуға бола ма, немесе оны мүлде оқуға болмай ма? Бұл мәселеге қатысты имам Ахмад, имам Малик рахималлахның фатуасы ол күн шыққаннан кейін оқиды. Имам Шафи рахималлах ол парыз намазды оқып болғаннан кейін оқыса болады деп айтады. Имам Ахмад, имам Малик рахималлах ұстанатын дәлелдері ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде, Абу Хурайра радиаллаху таала анху келтіретін хадисте, "Ман лам юсалли ракатайил фаджр фальюсаллихима ба'дама татлу'у ш-шамс" деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кім таң намазының фаджр намазының сүннетін оқып үлгермесе, ол күн шыққаннан кейін оқысын деп айтады. Имам Шафи рахималлахның ұстанатын хадистері ол мүлде керахият уақыт жоқ дейді, ол қашан оқыса болады деп соның өз мазхабының усулына göre фатуа берген. Имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф рахималлах айтады, ол парыз намаздан кейін де, тағы күн шыққаннан кейін де мүлде оқымайды. Парыз намаздан кейін оқымайтын себебі ол керахият уақыт дейді. Яғни таңның атқанынан күн шыққанға дейін ешқандай нафил намаз оқуға болмайды деп айтады. Тағы күн шыққаннан кейін оқымайды деген себебі ол сүннеттің қазасы болмайды деп айтады. Тағы имам Мухаммад рахималлах біздің мазхабта ол оқыған жақсы деп айтады. Яғни ол оқысын деп, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаулы бар, тағы амалы бар, тағы сахабалардың амалы бар деп айтады. Енді бұл бір сұрақ қалады мына жерде, егер оқыған жағдайда ол нафил болып санала ма, немесе ол сол бекітілген сүннеттің орнын толтыра ма? Имам Абу Юсуф, имам Мухаммад рахималлах, имам Абу Юсуф, имам Абу Ханифа рахималлах ол оқыған жағдайда ол нафил болып саналады дейді. Бірақ имам Мухаммад рахималлах оны оқыса ол сүннеттің орнына отырады деп айтады. Тағы біздің мазхабтан имам Мухаммадтың қаулына фатуа берілген негізі. Яғни сүннеттің таң намаздың фаджрдың сүннеті оқылмаған жағдайда оны парыздан кейін оқымаймыз, күн шыққанды күтеміз, сол күн шыққаннан кейін оқимыз. Қашан иля завал, яғни оны қиямға дейін оқысақ болады деп айтады ол имам Мухаммад рахималлах. Ахабба илайя айягдиха иля завал дейді. Мен оны жақсы көрем дейді, күн шыққандан завалға дейін, яғни қиямға дейін оқыса болады деп айтады. Мухаммад Тақи Усмани да сол Иъла ус-Суннаның хашиясында имам Мухаммад рахималлахның қаулына фатуа бергенді жақсы көреді. Ар-раджих инди каун қадауха ба'да тулуи суннатун муаккада. Яғни оны қаза алса ол бекітілген сүннет, себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы сахабалардың қаулынан, амалынан келген болғасын, ол қиясқа салмаймыз дейді. Яғни ол сүннет қазасы болмайды деп айта алмаймыз дейді. Неге? Сол пайғамбардың біз нәсілді ұстанамыз дейді. Тағы имам Мухаммад рахималлахның сөзіне де көре, хаббу деген сөз, тағы янбағи деген сөз, ол фиқта, ол сүннетті қамтиды деп айтады. Онда біз мазхабта сүннетті оқымаған жағдайда таң намаздан кейін емес, күн шыққаннан кейін оқысақ, сол таң намаздың сүннетінің сауабын, фазилатын алады, иншааллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатуху.